Қаратал ауданына қарасты Көпбірлік ауылы өзінің 95 жылдық мерейтойын атап өтті. Айтулы мерекемен қатар өңірде балықшылар күні де салтанатты түрде ұйымдастырылды. Толығырақ әріптесім Бағжан Бақыт айтады. Көпбірлік ауылының тұрғындары көптен күткен күн. Ғасырға жуық тарихы бар өңірдегі мерекелік думан ұлттық спорттың көркі ат жарыстармен басталды. Құнан және аламан бәйге өтіп, жиналған көпшілікке ерекше көңіл күй сыйлады. Айта кету керек, бұл күні тай бәйгесін ұйымдастыруды ауылдың 1993 жылғы түлектері өз мойнына алып, туған жерге деген құрметтерін көрсетті. Бір келеттеп сендім, атыма көп дайындалына қуаныштымын және бүгінгі күн жақсы өтті. Бәйге 7 жасынан бастап атқа мінемін негізінде, бірақ 9 жасынан бастап бәйге шабы бастадым. Бүгін тағы да тайдан бір болдым және құнаннан бір болдым, тағы да аламаннан бір болдым. Мерекелік шара аясында жергілікті мәдениет үйінде арнайы жиын өтті. Онда ауылдың өткенімен бүгінін қамтыған деректі фильм көрсетіліп, келген қонақтар Көпбірліктің бай тарихымен танысты. Осы ауылдың түлегіміз, өзім қазір 80-демін. Осы ауылдың мектеп интернатында оқып өскен. Ауылға жылда келем, аңсағаным ауыл, түсіме кіретін ауыл. Ауылдың өңі өзгеріп кетті. Егеменде ел болғанның ықпалын осы біздің ауылдан көруге болады. Құмымыз толған мал болсын деймін, көліміз толған балық болсын деймін, күнделікті тойымыз болсын деймін. Мерейтой аясында өңірдің негізгі кәсіп иелері балықшылардың да төл мерекесі ұмыт қалмады. Салтанатты шарада аудан және қала әкімдері ардагер балықшыларды марапаттап, ақсақалдардың иығына шапан жапты. 20-30 жылда шофер болдым осы колхозда. Осы колхоздың балығын, отын, суын сатқан адамыз. Қазір жасым 78-де, жастардың арқасында ауылымыз тойға ұласып жатыр, той құтты болсын. Көпбірлік тек еңбектен емес, дарынды тұлғаларында алтын бесігі. Бұл күні ауыл мақтаныштары Несіп Жүнісбайұлы мен Серікбай Естібайұлының, сондай-ақ өзге де қаламгерлердің кітап көрмесімен мектеп оқушыларының бірегей қолөнер бұйымдары көрсетілді. Қазіргі таңда сол халық саны 1287 адам. Соның былай қарасаңыз барлығы жұмыспен қамтылған. Былтырғы жылы 2024-те спорт кешеніміз ашылды. 25 жылы мәдениет үйі, биылғы жылы Қарағым ауылына, былтырғы жылы Көпбірлік ауылына балалар ойын алын салынып жатыр. Аспанымыз ашық болсын, дендері сау болсын. Алға домалатып отқан кәсіптері өрлеп, өркендей берсін. Дүбірлі той думанды мерекелік концертпен жалғасты. Өнер өнерпаздары ұйымдастырған салтанатты кеште әсем әнмен күмбірлеген күй орындалып, халықтың рухын асқақтатты. Атына заты сай бірлігін танытып, ортақ іске жұмыла кіріскен Көпбірліктің азаматтары бұл мерейтойды жоғары деңгейде өткізе білді. Бағжан Бақыт, Аделина Бекболатқызы, Жетісу телеарнасы.